Сәлем, ребята. Бүгін өте қызық пайдалы подкаст шықты. Подкаст қонағы Қазақстанда алғаш рет бір стримнан 15 миллион табыс тапқан TikTok звездасы легенда Мұрат Әбділда және шәкірттері 1 миллионнан 10 миллион арасында табыс тауып жүрген TikTok эксперті Ерке ханым. Біз бүгін TikToktан қалай ақша табамыз? Қалай TikTok қазіргі сауда алаңы нағыз базарға айналды? Қалай адамдарға сол базарда сауда жасап, алғашқы миллиондарын табуға болатынын да осы выпуста айттық. Мұрат Әбділда қалай TikTok арқылы 18 минутта 15 миллион табыс тапқанын айтып берді. Кәсіпкерлер неге TikTokқа кіруі керек? Қалай TikTokта жұлдыз болуға болатынын да қозғадық. Бұл выпусты TikToктан табыс тапқысы келетін, немесе TikTok арқылы саудасын көтергісі келетін адамдар міндетті түрде көруі керек. Выпусты соңына дейін көріп, қалай iPhone ұтып алуға болатынын да біліңіз. Сәлем, ребята. Мен Өндіріс Саят. Бүгін менде подкасттың қонағы TikTokта бүкіл Қазақстан танитын TikToктың звездасы, бәрі шыққан кезінде бұл TikTokқа келді король деп атқан Мұрат Әбділда. Және TikToктан эксперт, TikToктан қалай ақша табу керек екенін үйрететін Ерке эксперт. Вот. Үшеуміз бүгін TikTok бойынша сөйлесетін боламыз, ребят. TikToктан қалай ақша табатынымызды, қалай ол жерде тек қана қарап отыра бермей, қалай ақшаға айландыруға болады TikTokты. Осы нәрсені айтатын боламыз. Елдер қалай ақша тауып отыр TikToктан? Бәрін осы подкасттан білетін боласыздар, сондықтан соңына дейін қараңдар. Кеттік. Сәлем, қалайсыздар? Жақсы, Аллаға шүкір. Өздеріңіз аман ба? Иә, бүгін қонақ болып сіз жаққа келіп қалдық. Бәрекелді. Түркістанға. Ерке, қалай жағдайыңыз? Ерке, мәкеңді бәріміз танимыз. Давай өзіңді бір таныстырып өтсең. Мен есім Ерке, TikTok экспертпін. Осы TikTokта жаңа өзіңіз айтқандай, TikTokта 2 сағаттап, 3 сағаттап адамдардың құрдан-құр уақыт өткізгенін емес, сол уақытта одан ақша тапса екен деген мақсатпен осында да келіп отырмын. Жақсы, керемет. Жалпы өзіңіз тоже TikTokта отырасыз? Иә, әрине TikTokта отырамын, жұмыс барысында отырамын да. TikTокта отырудың өзі жұмыс қой. TikToктан ақша табасыз еще? Әрине, TikTok клиенттердің барлығы TikToктан келеді ғой. Кайф. Вообще кеттік ондай болатын болса, TikTok деген нәрсе қашаннан бері бар өзі? TikTok қашаннан бері кірдіңіз, мәке? TikTok негізі мен қамалғанға дейін де болған, бірақ нақты жылын білмейді екенмін. Я оның алдында кіргем, енді бірақ TikTokқа белсеніп кірмеген да. Бірақ барып тұрған парақшам. 200 мыңнан аса оқырмандарым болған, бірақ қамаудан келгеннен кейін, ол шын айтсам ол TikTokты мен таппай қалдым парақшамда. TikTоктың енді жақсы ғой, мынандай тез көтеріліп кетуге, оқырмандар тез жинауға болады екен да. Мысалы Instagram басқа деген сияқты әлеуметтік желіге қарағанда тез көтеріледі екен. TikToктан кәдімгідей қазірше звезда болып кету оңай болып қалған сияқты, негізі. Или былай ғой, қарап, звезда болуға мүмкіндік сияқты ғой, әлемдік аренаға. Негізі егер бір сондай видео түсіретін болсаң, ол жаңағыдай тренд болып кететін болса, атып кететін болса, әлемге танымал болып кетуге болатын керемет платформа сияқты. Иә. Ол үшін негізі кез келген әлеуметтік желі, мен ойымша адам идеальный болса да, бір мысалы өзінің жұмысын сүйіп, мысалы вайнер болсаң, бір қызықты материалдар тауып, соған вайнер болсаң, вайн түсір. Негізі мен бірдеңе айта кетейін осы жерден. Мен енді тазасын айта салайын. Негізі біздің қазақстандық, отандық мына телефонда вайн түсіріп, немесе блог түсіріп аққандардың ешқайсысы істеп аққан тірліктер дұрыс емес. Неге дейтін болсаңыздар, олар вайн мен блогты мүлдем түсінбейді. Енді атын айтып түсіністемей қойын, бірақ бір белгілі бір вайнер дейміз ба, оны блогер дейміз ба, білмеймін. Блог деген ол басқа нәрсе да. Қысқа видеоны арқылы бір өмірді көрсету. Яғни біреуге жәрдем беру, кез келген көп болады, көп мысалы. Өзіңнің жаңағыда қазақстандық бір қалаларды бір-бірімен салыстыру арқылы 1 минуттық видеоны барлық қалаға барып, соны толтырып жіберу керек та. Сондай нәрсені блогер дейді да, негізі. Вайнер деген ол қысқа әзілдерді бір-біріне топтастырып, 1 минутқа сыйдыру. Оны вайнер дейді. Бірақ біздің қазір өкінішке орай мен ешқандайсынан көрген жоқпын. Не блог пен вайнер деген нәрсені түсінбейді. Ал мен вайнер де емеспін, блогер де емеспін, мен әшейін инстаграмщикпін да. Әшейін тікелей эфирге кірем, мысалы. Тікелей эфирдің адамын деп айтайын. Тиктокер болсам да. Иә, кірем, өзімнің әзілдерімді сол жерде дайындықсыз деп айтайыншы. Дайындықсыз айта берем.
қалай ойыма келді, қалай болды, солай айта беретін адаммын да негізі. Ерке, сонда бұл Мәкеңдікі неге халыққа сонша өтіп жатыр? Неге көп адам көреді? Шынайылық қой. TikTok жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, TikTok тез көтеріліп кеткенге шынымен де мүмкіндік береді. Инстаграмда да өзіңіз барсыз ғой. Инстаграм өзің дәлелдеу керексің, байқайсыз ба? Упаковкаң бар, профессиональный съемка жасап отыруың керек, сторис түзбеуің керек, бір былайша айтқанда бір жұмыстар көп. TikTokта ондай нәрсе емес. TikTokқа как она есть саласың, тезірек өтеді да, и шынайылық. Мысалы, Мұрат мырза да сол нәрсе ғой. Шынайылық. Негізі сол шынайылықпен алып кетіп жатыр да. Сонда қара, егер де TikTokқа кіретін болса адамдар, и ешқандай нәрсе ойлап таппай-ақ просто шынайы бола алатын болса, соның өзі просмотрға алып келеді. Қиындатпай. И прикинь, вообще TikTokқа қанша адам кірген осы уақытқа дейін осы Қазақстанда? 14 миллионнан аса регистрация болған, ойлаңызшы. Блин, өзі бізде 18 миллион адам болса. 70%-тен аса. Блин, сонда кәдімгі үлкені бар, кішісі бар, бәрі соқта ғой, Бәрі сонда. Блин, TikTokта бірақ қарасаң, осы ауыл аймақтарда әсіресе кіретін сияқты. Кәдімгі даже анау не трактормен бидай орып жүрген адам TikTok қарап отыратын сияқты. Даже таксист келіне отырады, байқайсыз ба? Таксистерде отырады. Осы орайда мен айтатыным, кез келген әлеуметтік желі қайсысы болса да, ол былай келгенде бұрынғы, мысалы, қара базардың тірлігі да, мысалы, бұрында апағаларымыз мысалы мал базарға барады ғой, сөйтті сол жерден таңертең ерте барып қойды алады да, 1-2 сағат күтіп, соның үстінен баға қойып, сол жерден сізден алды, 2 сағат деген біреуге сатып жіберді, сен 20 минуттен қойып дегендей. Тура сол нәрсе әлеуметтік желі дәл сондай нәрсе да. Сол жерде жаңағындай қызықты видео түсіріп, контент жинап, адамдарға видең танымал болса, кез келген дүниеңді сол жерге сатып жібере саласың, сатып аласың бірдеңкені, одан кейін өзіңнің жаңағыдай өз-өзіңді реклама істеу арқылы, түріңді знаменитый ету арқылы ақша табасың да. Саған біреу айтады, кәдімгі нәрседе саған реклама береді. Сол рекламасын түсіріп бересің, сториске түсіріп бересің, мақұл, TikTokқа түсіріп бересің, жаңа сол арқылы ақша. Сонда сіз қазір TikToктан қалай ақша табасыз? Сіз стримнан бір табасыз? Стрим сіздің ақша табатын жеріңіз? Стримнан таппайсыз ба? Жоқ, мен стримді, жалпы мен стримнің адам емеспін. Мен өткенде ана бір бауырымызбен бір-ақ рет түсіп, оны 2-де 1 қылып жеңгем негізі. Сол, кстати, сол бір андай шум болып жатыр ғой кәдімгідей Қазақстанда. Әлі мойындамай жатыр. Айтады ғой, жеңілген күреске тоймас деп. Давай, сол жерде қанша адам отырды? Сол жерде, ол мен енді білмеймін, мен сал үлкен 2,5 жыл мен сіздердің қатарларыңызда болған жоқпын, оны барлық адам біледі. TikTok шын айтсам ұмытып қалған екен. Менің кезінде, мен осы бостандықта жүрген кезімде TikTokта ондай нәрсе дамымаған еді да. Стрим, батл деген нәрселер, ол былай қарасаң таза бизнес та, қыруар ақша, кәдімгідей батпан құйрық үйіліп тастайды екен. Сен 2 адаммен батл ойнағаның негізі ұтылсаң да топалаң ақшадан ол. Мен оны білемін, бірақ енді өзім сезіп та. Сол уақытта, короче, TikTokта бүйтеді ғой. Мен білмеймін, мен енді кірдім. Сол кезде ең не алды, потолокты мен қойған екем да. TikToктың несін. Рекорд орнатқан екем. Жоқ, бұл Қазақстанның уровені. Қазақстанда жаңағындай, иә. Тағы да өзімізге көршілес мемлекеттердің арасында бізбен ойнаған, біздің жігіттермен, қыздармен ойнаған батылда ондай адам болмаған екен да. Соғы мен бүйтіп естідім. Ол осы батылда там 180 мыңға дейін адам болған деп естідім. Жоқ, 180 миллион лайк, 180 миллион. 180 мыңдай адам көрген, таза мен көргенімде 175 мың адам оққан. Ол деген сұмдық көп адам. 175 мың адам бізді тамашалап отырды да, сол жерде көріп. И ол жерден қанша теңге таптыңыз? Ол жерден нақтысын айтайын, енді бірақ 14 миллион негізі адамдардан подаркаға ақша түскенде, бірақ TikToктың өзінің несі бар, пайыздар, комиссиясы бар, соны ұстаумен мен таза 5,5 миллион теңге ақша түскен маған. Сізге түсті ма 5,5? Мен әлі оны алған жоқпын да, бірақ оны алу шешу оңай емес екен, бірақ. Иә. Ол қанша сағат отырдыңыз сол жерде? Ол жерде 18 минут отырдық, 3 ойын. 18 минут отырдыңыз ба? И 5,5 миллион? Арасындағы дем алғанымызбен сол 18 миллион. Әр ойын өзі 5 минуттан ба болады екен ғой. Оның кішкене арасында жаңағындай демалыстар болады екен да оның. Бір ойын мен 2 ойын, 3 ойын арасы. Сөйтіп общем осқанда 18 минут отырды, 18 минутта ойын бітті.
баланың маскасы шешіліп кетті сол жерде қалжың ғой қалжың. Негізі енді ол жігіт көп мақтанып, енді әзілде болсын айтайын, Мұрат деген ауызда бір тісі жоқ, кеше ғана 2,5 жыл жаңағыда қамаудан босатылған, сен мен теңмессің, ар ойна короче, көке деген сияқты айтқан ғой маған, сен кетсей бар инстаграмыңа деп. Бірақ мен жеңетінін білдім, өйткені ол жігіт баяғыда үйінде жүрген кезде, продавец болып өзімен өзі саудасын істеп жүрген кезде, мен ол кезде ектетіп қалада халықтың танымал болып, туылған күндері құттықтап өзімше рекламаға түсіп, ақша тауып жүрген кезімде ол кезде ол ауылда, ауылдың магазинде продавец тұғын. Баяғыда қамаудан бұрын. Бірақ ешкімді табылайтын мен емес, негізін, шындығын айтып жатырмын. Ол ойлап қалды да, 2,5 жылда мен халықтың алдында, көрермендердің алдында не жинап алғанда, енді ол сәл бұзды. Бәрібір мені халық жақсы көреді екен да. Сөйтіп мен мықтымын деп айта алмаймын, бәріміз теңіз адам болған екен. Бірақ мені халық көп қолдайды екен. Қолдап, бұл жерде батылда, ол да бір әйтеуір нәтиже ғой, бәрібір ол какой-то бір нәтиже да. Ал бұл енді қара стриммен ақша табу ерке. Ал вообще негізді тиктоктан қалай ақша табуға болады? Қандай түрлері бар ақша табу? Стрим бір жолы, батыл ойнау арқылы бұл жерде еш нәрсе сатпайды. Бұл жерде байқап отырсаңыз аудиторияны орысша айтқанда развлекать етеді, иә. Сол арқылы батыл сондай ғой негізі. Қызық болу керек қой, батыл қызық болмаса 175 мың адам отыра ма ол жерде? Ол бір енді стримнен мысалы кәсіпкерлер кіру керек негізінде. Ақшаның көзі осы жерде екен, қазір Мұрат Мырзаның өзі дәлел ғой. Товары бар адамдардың бәрін біліп отырсыз. Қазір бутикпен адамды күтіп отыратын заман емес қой, білесіз ғой. Осыны кәсіпкерлер түсінсе екен да, тізесі шығып, елдің бәрі уже кіріп қойғаннан кейін барып кірмей, қазірдің өзінде кіріп кетсе товарларын сатуға. Қазір тренд қой қазір. Қазір таза тренд болып тұр ғой. Қара, стриммен табуға болады. Стриммен мысалы, бұл батылдың бір форматы, тиктоктың екінші форматы бар. Стримге кіресің да продажа істейсің, иә. Өзіңнің товарыңды, өніміңді затың сатасың. Иә. Ол инфобизнеске де келеді, товаркаға да келеді. Бірақ товар тезірек өнімге қарағанда. Мен кеше жаңа естідім, ол 30 миллионға сауда істеп жатыр дейді. Иә, оборот 30 миллион істеп жатыр, чисто стриммен. Мен кеше бір жігіт болды да, мен тоже студентім, 48 миллион істеген 4 айда чисто стриммен суши сатады. Прикинь, типа, сонда сен стриммен сата аласың, одан кейін тиктокта тағы қалай заработок істесек болады? Контенттің өзінен сатуға болады. Бұл стрим арқылы, мысалы, стриммен сататын адам, егер сіздің әзірге командаңыз болмаса, сен физически контентке не успеваешь. Сондықтан да контент арқылы сату воронкасы бар, үшінші. Яғни видео түсіру. Мұрат Мырза контентпен де дамыды, стриммен де дамыды. Негізі стримі нарезка болып контентке өтті емес па? Иә. Контентный видеолар кәдімгі өзіміздің рилсқа, тиктокқа салатын. Осы арқылы да продажа жасауға болады. Иә, сонда сен андай просмотр көп жинайтын видео түсіру керексің ғой. Обязательно. Ол 500 мың просмотрдан вообще продажа күтудің қажеті жоқ. Даже 10 мыңға дейінгі просмотрлардан да продажа күтудің қажеті жоқ. Продажа қанша просмотрдан бастап болады? Рекомендацияға шығу 10 мыңнан басталады. Сондықтан да минимальный рекомендация ол 10 мыңнан басталады. 10 мыңмен уже 100 мың, 200, 300, 400 мыңда видео рекомендацияға өтетін болса, жауап беріп үлгермейсіздер. Сонда қара. Блин, оның технологиясы бар ма? Қалай біз сондай видео түсіруіміз керек, чтобы ататындай? Біріншісі Мұрат Мырзаның техникасы қиындатпай камераны түсіре салу. Бұл бірінші. Ол ешқандай дайындықсыз, иә? Иә, дайындықсыз. Қаласында қиындатпашы бір студияға келіп, иә, оны подготовка жасап. Тиктоктың бір жақсы жері сол сияқты ғой негізі, потому что типа Инстаграмға кішкене дайындық керек, ютубқа камера керек, ал тиктокқа вообще любой телефон. Просто түсірдің, иә? Көп студенттерім келеді, бізде айфондар жоқ. Ауылда тұрады ғой, Huawei-мен де шығып жатыр рекомендацияға. Тема. А вообще, Мәке, сіз өзіңіз тиктокқа осындай заработок бар екенін білдіңіз ба кіретін кезде, или байқамай өз автоматтан кіріп кеттіңіз ба? Вообще әлеуметтік желіге, Инстаграмға болсын, ақша табам деп кірдіңіз ба? Жоқ, негізі негізі болады ғой. Менің тікелей мақсатым танымал болу, ақша табу, осылай шалқып өмір сүру болған негізі. Жол ішкі ойым. Бірақ мен енді нақты ол тиктокқа кірсем ақша тауып кетеді ме, жоқ, мен енді тойға барып ақша табамын деп ойладым. Просто видімді танымал етіп атсам, етіп алсам, жүзімді да, халық таныса, одан кейін бұрынғы әнші ағаларым сияқты өлең айтып, мен қалжыңдарымды негізі бұлай халық көріп, күліп, көңіл күйлері көтеріліп отырсын деп, арасында шындығымен жанастырып айтатындығым да, бірақ нақты түсінген жоқпын. Негізі оны көп адам түсінбейді да, негізі әлеуметтік желіден ақша табу керек.
дегенде ше. Бірақ енді қазіргі заманның талабы ғой, енді адам дамып жатырмыз да. И вообще мен кеше статистиканы қарап отырмын, адам бір күнде ше где-то 10 сағаттай телефон шықлайды екен. 10 сағат. И бір күнде адам қанша рет еді? 2600 рет, по-моему, телефонын алып ашады екен. Соның 150 ретінде әшін телефон ашады да и жабады да и болды, короче. Прикинь, до того адам телефонға андай тәуелді да. До того мен сіздерге бір нәрсе айтайын. Қара, бәріміздің қолымызда уже телефон ұстаған кезде андай нәрсе бар ғой, уже мына жер ше, қисайып, уже дайындалып жатыр да мына жер. Енді біздің бала-шағаларымыз туылған кезде уже мына жер телефон ұстауға дайын болып туылады. Адам өзі бүйтіп бейімделіп кете береді екен ғой. До того сондайға баратыр да бұл, что и болып кеттік. Енді қараңыздар, TikTok пен Instagramның разницасын давай кеттік. Давай. Мысалы, мен оны шақ айтып бере алам. Оны тіпті қамауда отқан кезде балдарда сұрайтындығын, қалай не алады, үйтеді, бүйтеді деп мысалы айтам. Соны нақты айта кетейін. Негізі Instagram да ақша табу тек танымалдыққа байланысты. Бірақ енді жаңағындай сіздің оқырмандарыңыз, подписчиктеріңіз көп болса, жарнама істеп ақша табуға болады. Бірақ вид болмаса, өзіңнің түрің танымал болмаса, әшейін бір ашылған парақша, бірақ бір сондай видеолар, әртүрлі қызықты бір видеолар салу арқылы, бірақ ешкім жүргізбейді, танымал тұлға жоқ ол жерде. Бірақ олардың жарнамасы арзан болады да. Істейсің, ақша табасың. Мысалы, менің оқырмандарым 200 мың болса, мен халық таниды ғой, түрім танымал. Ал сол 300 мың, 500 мың подписчиктері бар, басқа да Instagram парақша, бірақ ол жерде бір танымал, нақты бір тұлға жоқ, просто подписчик көп. Ал олардың жарнамасы, мысалы мен жарнамам 200 мыңға өзім сториске түсіріп салып беретін болсам, 100 мың теңге алсам, ал ол адам 100 мың теңге сториске алмайды. Олар бір 50 мың теңге постқа салып береді. Иә. Даже посттың өзі 50 мың тұрады. Посттың өзі 50 мың теңге, мен постқа оны 200 мың теңге салу мүмкін да. Мысалы, ал қатты танымал болып баратсам, одан сайын мысалы жақсы мысалы басқа да дүниелерім шығып, ол кезде мен 500 мың теңге саламын. Мысалы, 200 мың подписчик болса да 500 мыңға миллионға салу мүмкін. Ол сол жерде. Ал TikTok ол нақты жаңағындай стримдері бар, батылы бар дегендей, немесе өзімнің кәсібімді дамытам деген арқап тез оқырман тез жиналып кетеді екен да. Инстаграмда оқырман жаймен жиналады да. Жаймен мысалы жылдап жиналуы мүмкін да бір. Сонда нольдан бастайын деп жатқан адамдарға, ендігі нольдан бастап жаңа танымал болғысы келіп, мысалы мен де танымал болғым келген адаммын. Содан кейін осы жерде отқан шарым менше. Мына жақта да бекерден бекер отқан жоқ, значит ішінде танымалдылық бар, короче. Сізде де енді танымалдылыққа ұмтылу нормально ғой. И көп адам бізді көріп жатқан танымал болғысы келуі мүмкін. Жастарда вообще нольдан бастайын деп жатқан адамдар, кәсіпкерлер бар. Енді Инстаграм. Абай атамыздың бір өлеңі бар ғой. Өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді да. Көрдіңіз ба? Барлық адам қазіргі заманда, тем более барлық адам режиссер, барлық адам әнші, барлық адам бір биші болғысы келеді. Оны көріп те жүрік қой мысалы. Сондықтан сондай нәрсені істеген адам кез келген нәрсені рисковать етіп бастайсың ғой. Тәуекелге наған кезде соның нақты түбіне жету үшін өз-өзіңді құрбан етуің керек. Ал өз-өзін құрбан етпеген адам былай күлкіге де қалатын уақыттарың болады. Соның барлығына дайын болуың керек. Көшеде кейде жүре алмайсың, немелер. Осы жерде ше, мысалы жаңа айтты ғой, түрің танымал болу керек деп. Бұл тіпті кәсіпкерлерге де маңызды ше. Өйткені бір кісілер келеді, стримге адам кірмейді. Мен анау екі адам бір адам самооценкалар қатты түседі ғой. Реклама керек қой. Самосау, бірақ анау айтады да солай, кіргім келмейді, отырғым келмейді дейді. Стримде біз қазір товар сат деп жатырық, бірақ бәрін кіре салмайды ғой стримдеріне адам. Сол кезде айтайын, бірінші аптада мен не берем айтайын ба? Бір түріңе жұмыс жасайсың деймін. Продажа күтпеңіз деп айтам. Әшейін қайта сөйлей бересің. Қайта сөйлей бересің, түріңізді танысын. Кімнің қандай сатушыларда продажа жақсы жүріп жатыр, ол сатушының түрі жатталып қалған адамдарға мысалы сізге өзіңіздің аудиторияңыз сенеді ғой. Иә, саят. Сол секілді ғой. Мұрат мырзаға да сенеді деген. Осы жерде бірдеңе айтайын ба? Мысалы, Голливудтың кез келген бір фильмдерін көрсең, барлығында өздерінің анау бір ішімдіктері ғой, атын айтып түсінсеме қойын. Бірақ соларды спокойно ішіп тұрады да, түрлерін бұзбай. Барлық киноларында әшейін сусын ретінде аналардың актерлардың бір құштарлықпен ләззатпен ішеді деп ішіп тұрып сөйлесіп кетеді. Айнаның алдында тұрып оны сол бізде де бар да ол ішімдіктер, солар шетелдің. Но дәл үйіп шамайсың да оны. Ішіне бір мұз салып бірдеңе істемесең, ол өте жібереді да. Жаман ашты да, анау кәдімгідей басын дайындырып, бір 2 стакан ішсең, жүрегің көтеріліп, басың айланып, буындарын ұстамай қалды. Ал олар көрдің бе, соны әдемі рекламаға тығып жібереді. Әр киносында
жаңағы ішімдік ішіп жүреді, но бірақ маған сырттан көрген кез келген адамда эмоция болады да, кез келген адамда ми жұмыс істеп тұрады ғой. Қорыққанда барлық адам негізі еліктеп шығып келеді да, адамның баласын психологиясын жаулап алсаң болды бұл жерде. Сен жаман нәрсені де өткізіп жіберуге болады да, үстінде бір алба-жұлба киімдер, ой, мына әдемі екен, ухожий, маған қатты ұнап тұр мынау деп ше, өзіме жарасады деп қайта айналып бір қылықтар істеп, мимика істеп, реклама істей берсең ше, ол сол адамдардың бәрін миын жаулап алады да, сол нәрсені алады мысалы. Көрдің ба, бұл жерде бізге сондай біздің бір ұлтқа сондай бір не жетіспейтін сияқты андай. Сондай. Иә, жаңағыдай. Сол жарнамағандай. Кез келген жаңағыдай басқа бір елдердің кино несін көрсең де, киноны өздерінің қаласын, табиғатын бір әдемілеп бір көрсетеді ғой. Сол барғың келіп келеді ғой. Сол киноны көру арқылы сол елге барғың келіп келеді да. Сол мысалы қарасаңызшы да. Жарнамаға келіп отыр ғой әңгіме бар енді. Сол осы жерде ғой бағанағы ұялады ғой бізде сосын. Мысалы камераға сөйлеуге, кәсіпкерлер тағы да басқа шығуға ше, ол ұялатын нәрсе емес қой ол. Сен ақша таппауға ұялсай, мен айтамын да, ақша таппауға ұялсай, сен барып ана жерден тұрып сатқаннан ұялғанша мысалы да. Просто келеді да ұялады. Ал вообще бағана айтылып жатқан әңгіме, түсіндіргім келіп жатқан нәрсе, то что дәл қазір бастайтын болса адам TikTok-тан бастаған жеңілірек ақша тауып кетуге. Потому что ол жақта видео рекке шығып кетуіне вероятность көп. Мен мынандай нәрсе айтып кетейін ба нақты? Жарнаманы қалай істеуге болады екен. Осы бір құпиямды өзімнің енді самасыздан жетіп тұрған айта кетейін. Бұл мүмкін менен бір көмек болған сіздерге. Жарнаманы білдіртіп, бір бүйтіп істеудің қажеті жоқ. Жарнаманы былай айтып жүруге болады да негізі. Енді бірақ енді TikTok-та ондай жарнама істеуге болмайды екен, бірақ неде тікелей эфирлерде. Бірақ басқа әлеуметтік желіде істей бересің да оны. Мысалы, әшейін отырдың да, мысалы бір суды өзің ішіп отырсың да, күнде бұл жарнама емес, әшейін сөйлеп, өзіңнің эмоцияңмен әңгімелесіп суды, немесе бір сағат тағып алдың қолыңа. Бір несі бәрі көрсетілген, эмблемасын бәрі. Соны тағып отырсың, просто оны реклама бейт істеудің де қажеті жоқ та. Көрдің ба, реклама тығып жібердің да. Күнде тікелей эфирде отырса, ана адамдар сенің қолында сағатыңа уже ауыра бастайды да. Анау әдемі екен, ана сағат ма? Ол мынау. Қанша қалдың анау? Айнасы әдемі, мынау басқаша ғой деген сияқты, көрдің ба? Әсін үйстіп отырып тығып жібересің да. Иә, тема. Негізі жарнаманы андай қылып істегеннен мынандай қылып істеген дұрыс та. Который типа сатып ал ма деп көрсетпей, айтпай, білдірмей. Көрсеткен ол уже адамдар жалықтыра бастайды да. Ал наоборот адамдарда уже андай бір не болып пайда болады да ішінде. Өтпей қалған заттарын көрсете береді, осылар үйте береді деп. Ал анандайға өзің қолданып үстінде немесе өзің қолданып ішіп отырып деген сияқты тығып жібересің да. Сол мықты сондай жақтан біліп алыңыздар, кез келген дүниеде сондай нәрсе істеуге болады да. Мықты нәрсе айтшы, мен де айтамын ғой, өзіңіз сататын дүниені әр адам өзі қолдану керек қой. Өзін өзі қолданып көру керек қой. Өміріңізде қолданып влогта көрсетіп жүріңіз деп айтамын да, өмірі ше всегда. Өзіңнің өніміңді, услугаңды. Менде осы бар алыңдар деген прямой влог сатуға емес. Өзіңде қолдану арқылы еще ана көбісі қателігі товар өзін не сатып жатқандарын білмейді, товардың құндылығын. Негізі кино мықты ғой, киноға тыққан жарнама мықты әдемі болады да. Бір жақсы, мысалы, сценариясы мықты киноларға қаншама ақша беріп, жарнаманы тықсаң да жарасады. Себебі, енді сценариясымен танысу керек та, рекламаға компаниялар ше, алдағы уақытта сіз де компанияға ашыласыз, өйткені еңбектенсеңіз, кезінде сол затыңызды сол кинода актерлар қолданыпса, да? Кинода қайта-қайта жаңағындай, мысалы, сол қолданып, сол нәрсеге келеді да, ашуланып тұр, өз кино жүріп жатады, өз сценариясымен, өз оқиғасымен, но сенің сүлгіңді, мысалы, сүлгі шығардың дейші, сол сүлгіні қайта-қайта эмблемасы тұр да мына жерінде. Сол сүлгіні мазамдалма менің деп қайта-қайта сүртініп бір лақтырып жіберіп анау қайта-қайта сондай бір киноның орталарына тыға берсең, ана сүлгі бренд болып кетуі мүмкін да. Иә. Хит болып кетеді. Нейро кетеді да маркетинг. Өйткені ол бірақ сценариясы мықты болады да, ол киноны сондай киноға тұру керек та. Жаңағындай адамды бір баурап алатын, сондай атыс шабыс оқиғасы жылайтын жерлер бар. Сондай киноға ананы тыға берсең, ол өтіп кетеді. Әшейін өтіп кетеді. Иә, вообще TikTok-тан қанша ақша табуға болады негізі олай в целом? Адамның аппетитіне қарай ғой, кез келген сумманы табуға болады, және миына қабылдай алған суммасы ғой. Бірақ TikTok-қа тіпті үлкен ақшаға дайын болмаса да сонда үлкен ақша тауып кететіндер көп та. Байқамай қала ма көп ақша тауып кеткенін? Мысалы, миллион деп үйде отырған ана сразу миллион деп келмейді ғой, бірақ тауып кетеді шынымен де стримнен әсіресе товары бар аналар. Иә, біз бағана Шымкентте болдық қой, Шымкентте мен всегда пример келтіремін, кесе самсаңызшы. Бір ролик қой, бір рилс, TikTok видео ғой, ё-моё, бір видео 7 миллион, 8 миллион жинағанда кесе самсаның. И қазір очередь.
бір көше самса и бір жерде ғана очередь, қалған бәрінде адам айқайлап тұрады, аналар ше сыртта самса плов кеңдер деп ше, ол жақта адам жоқ та, аналарда очередь. Почему? Потому что бір видео атқан. Кеше көріп отырмын, Алматыда Нанду деген бар, тиктокқа сондай жатып алғанда, әркімді сіз сияқты жаңа танымал адамдардың бәрін шақырады да, тамақ жегізеді, көрсетеді ше, и ана жерде очередь барсаң тамақ ішемайсың, короче. Просто адамдар шамалы развитиелар осыны түсініп кіріп жатыр, әнеха. Негізі. И просто бұл жерде самый важный нәрсе то, что любой адам түсіну керек қой, что ол нөлден бастай алатын. Сол жаңа айтқандай бар ғой, сіз айтып кеттіңіз ғой, көбісінде барьер ұялу ғой. И бірінші ұялу кімнен ұяласың десе, туысқандарынан ұялады. Бірінші барьер. Туысқан, бірінші кедергі туысқан. Басқа өзге адамдардың туысқандарын тығып тастай аламын ба дейді менен. Запростар осындай. Қалай олар мені көрмейтіндей жасаймын деп. Бір видео шығарған, мен туысқандардан өзінің видеоны тығып қою деген. До того актуально ана видео менде 500 мың жинаған. Ойлаңызшы. Бірақтан ойлаңыз, қазір Мұрат Мырза өзімізге живой пример болып отыр ғой. Мұрат Мырзаны да қалай да хейт келді, қазір халықтың сүйікті легендасына айналып отыр ғой. Сіз де бір жылдан кейін мықты ақша тапсаңыз, сүйікті ұл, сүйікті қыз болып шыға келесіз ғой. Иә, басында күледі да, достарың, туысқандарың, сосын саған еліктеп бастайды. Қарап бастайды. Мысалы, меніңше, например, мені кезінде көп адам жаңағындай баяғыдан қиялдап ойлайтындығында, өзім мысалы дос жарандардың арасы болсын, өзім жаңа немесе мысалы да, енді нақты 100% анау деп оққан жоқпын. Жалпы енді бос бір қиялдап, одан жұмыс істемей ма деген сияқты да, болғанда негізі іштерінде де болған бір адамнан білінеді ғой негізі. Өзім үйімде нақты отбасым болса, жұмыс істемейсің ба, анауым істеп ақша таппайсың ба деп маған сенбеушілік танытқан. Бірақ мен өзімнің сүйікті ісімді, яғни осындай өмірді кездесулер, клиптер, кино, ән айтқанда ішкен асымда жерге қойып кірісіп кетемін да, сүйемін да мен осы ісімді. Содан кейін бұл ісімді сүйгеннен кейін ол өз ісім маған жақсы өмір беріп жатыр да. Енді қазір өмір сүруіме жақсы жасап беріп жатыр. Сол кезде күліп жаңағыдай бүйтіп қарсы болып қалған адамдар қазір бәрібір қатты сыйлайды. Сізбен мақтанады еще. Сізбен мақтанады еще олар ше. Просто мен білемін ғой 2019-да, когда тоже бизнес бастап жатқан кезде, маған да жаңағыдай блог жүргізіп жатқан кезде, ой, блогер болып кеттің ба дейтін еді да, мысалы. И қазір басқаша, типа, сол кезде адам ана біреу айтты деп біздің негізі көп жаңағы бауырларымыз сөйтеді екен да. Бір кез келген мақыл ол тикток болсын, мақыл жаңағындай өмірдегі тілегі болсын, не аласың бұны бастап, ой, мына түк шықпайтын адам. Біз бірінші пісіміне сондай әңгіме айтады екенбіз да, неше. Былай қарасаң бар ғой, сондай әңгімеге бір жақынымыз да, ой, не аласың, болмайтын тірлік істеп, одан басқа тірлік істемейсің ба, үйтпейсің ба, сөйтпейсің ба деп. Ол басында қасындағы маңайыңа ол бір оғаш болып көрінуі мүмкін, бір болмайтын, болымсыздың тірлігі болып көрінуі мүмкін да. Но уақыт келе, сен соны ақша тауып байып кеттің деп айтайықшы мысалы. Нормально жағдайыңды істеп алдың, көлігіңді алдың, үйттің, сол уақытта сенің қасаң табыла бастайды да. Сөйтеді да, маған да осындай бір тірлік істеуге көмектесші дейді да. Немесе дәл сол тірлігінде емес, басқа бір тірлік. Қалай сөйтсек жүреміз өмір сүріп. Ой, сен байып келе салады екенсің, біз бейшара 40 жыл болып бәрі жүргенімізге деген сияқты да. Көрдіңіз ба? Сондықтан әр адам өз ісіне до конца бару керек. Бара алмайтын болса, қой керек. Негізі ең жаман нәрсе сол біреу үйтіп айтты, біреу бүйтіп айтты деген жаман адамды өз мақсат жолынан тайдырады екен. Сондықтан ондай нәрсеге кез келген жұмыртқа сатсаңыз да, пісе сатсаңыз да, егер соны саттыңыз келіп, өзіңіз егіп, соны сатып магазиндерге тапсырып жүрсеңіз, сіз де пістерін жақсы көресіз. Мысалы деп жатырмын, сіз содан миллионер боласыз. 100%. Тиктокқа кіргенде бірақ хейтке дайын болу керек. Бұл бірінші этап. Инстаграмға қараған тиктокта хейт деген комментарийлар, он көтере. Кстати, соны сөйтіп естіген мен. Уақыт просто оқымайды екен, бірақ сұмдық жазады. Масқара жазады. Ол прям мен студенттерім, дайын болмаған студенттерім кіріп кетеді да, жатып қалатын. Ойлашы, миллион просмотр жинап кетеді, бірақ уже анада миллионнан кейін видео жоқ. Комментарий көтере алмайды. Сонда қара, миллион просмотр жинап кететін болса, сауда өседі ғой, ол сауда да келеді, бірақ обратная сторонасы бар осында. Хейт та қатты келеді. Бұл нәрсе, бұл неизбежно. Даже видео ешкімді боқтап атқан жоқсың, ешкімге ұрсып атқан жоқсың, өзіңнің ісіңді, өзіңнің затың сатып атсың да, мысалы ешкімге теспей, соның өзінде хейт келеді, жақтырмайды.
бір жерінен бір нәрсе табады ол. Осы бір Вообще, мысалы, ТикТокта просто бір жақсы жері то, что егер сен дұрыс видео түсіретін болсаң, бағанадай алгоритмді білсең да, сіздер алгоритмді көрсетесіздер ма, үйретесіздер ма? Ол міндетті түрде ғой, рекомендация қойду үшін бірінші алгоритм түсіну керек қой. ТикТоктың алгоритмін, енді қара, егер алгоритмді түсінетін болса и адамдар дұрыс видео түсіретін болса, 0 инстаграммен, енді ашылған ТикТокпен сразу миллиондаған қаралым жинайтын видеолар түсіруге бола ма? Болады. Еще новичок 0-ден ашылған аккаунттарға мүмкіндікті қатты беретін TikTok. Новичоктарды қатты продвигать етеді. Чтоб TikTokқа қап кету керек қолар, иә. Чтоб Мысалы, TikTokта... мен өткенде қамаудан босатылған күні ертесіне TikTok аштым, парақшама. Менің алдыңғы парақшам жоғалтып алдым дедім ғой. Новый парақша аштым да. Сөйтіп сол күні, дәл сол күні сағат 11-лерде аштым. 11 жарымда аштым мен. Обедке таяу уақытта. 0 подписчиктің ғой енді. Ешқандай оқырман жоқ. Шыны керек, кешке сағат 7-8-дердің шамасында 147 мың оқырман тұр да менде. Бір күнде 147. Сол TikTok басқа әлеуметтік желіге қарағанда тез қарқынды скороспен жүреді екен да негіз. Одан кейін жаңағындай ол өтірік емес, ол реальный кәдімгі шындық ол. Ол жарылған жүрек жарылып кетсін. Бірақ TikTok негізі шынымен ақ басқа әлеуметтік желіге қарағанда тез қарқынды кәдімгі. Тез көтерілуге публикана жерде тұрған, публичный жерде дыңыз көтеріп кетесің. Соғы, любой адам көтеріліп кете алады ғой, просто басында да проблема, сенсіз сен соға. Мысалы, 14 күннің ішінде, қазір уже 700 мың оқырманым бар да, мысалы, менің TikTokта. Роналдо екесіз ғой, кішігірім. Білесіз, Америкта Роналдо қалайсыз? YouTube ашты да, и 10 миллион подписчик бір күнде болды ау деймін, по-моему. 14 күн болды, мысалы. Сұмдық қой енді. Мына сіздікі де бірақ бір қанша сағат жаңа 147 мың деген 6 сағат қой, 6-7 сағаттың ішінде. Сұмдық қой, 147 мың адамдар. 11 жарым сол шақта ашылған TikTok 0 тұғын. Сол сағат видео салдыңыз ғой бір? Или мен бір көріп отырдым. Видео салғанда сөйледім, мен ассалаумағалейкум, менің TikTok парақшам осы, бүгіннен бастап тіркеліңіздер деп, бұрынғы парақшам жолып қалған деп, мен түрімде Мұрат Әбділда демесінде бәрі біледі ғой. Ашып едім, сағат 7-лердің шамасында қарап отырдым да, мен бірақ көтерілген сайын қуанып отырдым. Себебі маған оқырман керек. Маған оқырман көп болған, менің мерейімді асырады. Сондай болып кеткен үшін. Бірақ осы жерде біз Саят мырза мына нәрсені ашық айта кету керек. Мысалы, Мұрат мырза да өзінің қанша жылын арнады, личный брендке түрін арнады. Бірақтан сол нәрсені дұрыс түсіну керек та. Халық ойлайды, мысалы осы Инстаграмнан, телефоннан, TikToктан табыс табатындарды ойлайды, бір оңай таба салады деп. Бұның артында да біраз еңбек жатқанын тереңнен түсіну қажет. Бұл жерде енді контент жаңа түсіретінің бар тоже. Мысалы, жаңағыдай көрермендер қысқа ойлап қалмасын. Сіз әшейін жай қарапайым адамсыз. Бәріміз де енді аспаннан салбырап түскен жоқпыз ғой, осылай болып. Оқырман жинап алдық, бізге реклама беру үшін, біз реклама істеп, сол өзіміздің ісіміз үшін ақша тауып өмір сүру үшін. Сіз соған TikTokқа кіргенде жай ғана оқырман емес, содан бір деңгей шығарам. Мысалы, донатор болсаң да, мысалы, донаторларда донаторлар бар ғой, жай батылды ақша тегіп отыратын. Сондай немесе жаңағындай блогер, немесе қызықты видқа жұмыс істеу керек қой бірінші. Сондықтан жаңағындай видқа жұмыс істесеңіз, тез қарқынды TikTok қолдап береді да ол уақытта сізді. Сондай ғой, мысалы, әшейін отыра берсеңіз, мысалы, отырып, сіз өйтіп жұмыс істей алмайсыз ғой. Реклама тауып, содан кейін айтып, мыналардың сөздері оттаған әңгіме екен ғой. Кәдіммен ақша тауып қаным. Әр адамға бірінші вид керек, сосын сапалы дүниелер керек та. Түсіру қажет. Қара, қандай нерге кәсіпкерлерге жақсырақ па қазір TikTokқа кіру идеально ма, кәсіпкерлерге или нөлдағыларға да ма, бәріне ма? Бәріне. Нөлдегілер лайфстайлмен дамыта берсе болады. Как раз бағана айтты, қанша жол бар деп. Лайфстайл 0-ден бастайтын адам пока товар жоқ, мысалы, ниша жоқ, иә. Олар монетизация бар, TikTokта қазір просмотр арқылы төленеді, естігенсіз ба? Онысын енді естідім шын. Мен TikTokта ғана бар деп ойлаушым. TikTokта қосылды осы. YouTube'та бар нәрсе. YouTube'та дегенім ғой. Просмотрға қосылды, және Яндекс, Чекофуд сияқты промокод арқылы табыс табуға болады. Бұл новичоктарға. Бірақ кірді 0-мен бүйтіп просто ештеңе істемей емес, видео түсіріп, оның көп просмотр жинау қажет. Основной критерий ол. Егер даже қара 0-дан кіріп, видео түсіріп, при этом оның какой-то бір нишасы болатын болса, бір нәрсе сататын болса, вообще тема сияқты ғой, ол нишасы барлар сразу ақша табады. Оған ұзақ күтудің қажеті жоқ. Өйткені бір видео ататын түсіріп жіберсең, кетті ғой, уже заявка түседі. Алдында біреуді көрдім, мен короче, кроссовка сатады екен да. Бір видео түсіргенде, ана видеосы 2,7 миллион просмотр жинағанда, до того заявка көп кеткен WhatsApp-на жаза берген да, ана видеоны удалить етіп тастаған ғой.
үлгермейді. Үлгермеген ғой. Ондай үлгермейді. Анау кроссовка бітіп қалған, аналар жаза беріп мазасын алған, видеоны удалить еткен да, сен қуасың ба, типа. ол жаңағы өнім қалай ол бір видеодан қалай көтеріліп кетті сол. Сонда мысалы бір видео түсіресің де кроссовканы реклама қылып ше. Сөйтесің де сол видеоң 2,7 миллион просмотр жинайды да, кроссовка рекламасы өтіп кетеді да, адамдар жазады WhatsApp-тан. Типа ана кроссовканы аламын деп. Алдында біреулер вообще типа не сатып жатыр ғой жаңағыдай, не деді пилисос анау мынауларды қытайдан әкелмеген да тиктокқа видео түсіріп тастайды да, сөйтеді да тиктоктан андай атып кетеді, екі заявка түседі, сосын барып Қытайға заказ береді дейді. Ондайлар да бар екен. Иә, в общем. Бірақ видео ғой сол. Телефон сатып жіберейін ба дегенсің. Тиктокқа кіріп телефон сатып жіберейін ба, ашкилерім бар. Кімдана Хайрош жақта. Үйде 7 ашиым бар, оның 10-ы сынып қалды деген деп отыр. Сізде негізі бір егер ниша болатын болса, бизнес болатын болса, жақсы істеуге болады екен негізі, ақша істеуге. Реклама істейсіз ғой сіз көбінесе. А так негізі өзіңіздің бизнесіңіз болатын болса, как раз еркеге жүгіну керек болады да. Шынымды айтсам бар ғой, сол енді қандай кәсіппен айналысатынымды мен шешкен жоқ, миыма келмейді да. Оңша кәсіпкер болмағаннан кейін өзім. Біздің кәсібім бір болса ғой, видео түсіру, біреудің жарнамасын істеп беру ғой. Қазірше кәсібім, мен де алдағы уақытта көреміз Құдай қаласа. Вообще кәдімгідей сендер сонда тиктокқа кәдімгідей онлайн курс па, офлайн ба, қалай оқытасыңдар? Алматы қаласынан болса, өз адамдар типтері болады, офлайн оқу үшін келетіндер бар, так что офлайн бар. По Казахстану онлайн да бар. Просто біреулер бар ғой онлайн. Өзім былай оқығым келеді деп, былай ұстағым келеді деп сөйтіп келеді өздері. Офлайн бар. Бірақ тикток қазір кәдімгі сауда алаң болып тұр ғой, үлкен, Саят мырза, мен мысалы 2021-де кіргем, карантин кезінде кіргем, 21-де онша болған жоқ тикток. Мен сатып жүрмін, курс сататын адам ретінде, 21-де онша өткен жоқ. 22 онша болған жоқ. 23-тен бастап менде продаж жақсы болды. Өзімде продаж жақсы болды. Өйткені нарық мықты кірді. 24-те қазір 5 слов алады уже, біліп жатыр. 21-де кір деген кезде кірмейтін ғой, соның бәрі қазір 24-те кіріп жатыр. Бірақ әлі де кеш емес, Әлі де кеш емес. Қазір сол айтып тұрмын ғой, 2025 кейін кіріп қалыңыздар шаңа. Тізесі шығып кеткеннен білесіз ғой, қиын. Инстаграмда қазір оңай емес қой. Инстаграмға әжептәуір вложение керек. Ал тиктокпен қазір сізге келіп оқып нәтиже істеп жатқандар бар ма? Әрине бар. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, видеосын удалить етіп тастады. Ондай бізде кейстер көп. Үлгермей, заявкаға үлгермейтіндер көп ше. Мысалы, осы поток, жақындағы поток, сенің сетевой маркетинг өнімін сатады. Сетевой маркетинг, мысалы, гаймаркетке кетіретін, ол нәрсе негізі таргетке жіберуге болмайды ғой. Таргетін сата алмайды, ондай, естіп ғой сондай моменттер. Бірақ тиктоктан сатып жатыр. Қалай? Құндылығын көрсетеді да. Просто в лоб сатуға болмайды. Ал менде осы бар, мынау осына кетіреді деп сатуға болмайды. Оның өзіңіз білесіз ғой, маркетинг жағынан больға түйе арқылы сонымен сатып жатыр, мысалы, бір үлкен кісі, жасы 50-ден асқан. Жас емес, 50-ден асқан. Мен де Атырауда бір жүр ғой, апа деген апа жүр ғой, стримда ма бір нәрседе отырған шытауы. Ол кісілермен біз көреміз бірге шақырту алдық қой. Мен барғам сол кісілермен. Ол кісілер қазір, ол стример, стримде олар айлық алады, стримде айлық бар, білесіз ба? Онлайн білмей деген. Тиктокта ақша табатын нәрсе көп десе. Стримде айлық бар, стримде бірақ оны кәдімгі күнде отыру керек. Ондай да моменттер бар. Мен жазған ондай нәрсе білмеймін ғой. Қазір бірақ енді дәл қазір ең қатты үйрену керек мамандықтардың бірі болып тұр ғой, бір как будто бір мамандық уже профессия ғой. Мен сол кәсіпкерлерді кіргізім келеді, Саят мырза, өйткені кәсіпкер бүгін көрді, ертең ақша таба алады ол. Негізі жоқ, кәсіпкер кіретін болса, железобетонның ақша табады ол. Сондай кәсіпкер де болмапты қой, кәсіп бір сояқта істей берді. Сіз кәсіп жасамасаңыз да, жасау енді кәсіпкер емеспіз ғой деп қалдыңыз ғой, бірақ амбассадор бола берсеңіз болады ғой. Доляға кіріп кете салу керек те бизнесқа. Оны болайын деп жатыр. Нақтағылар да, кішкене просмотр жинасаң, кішкене аудиторияң болса, кішкене танымал болсаң, кәдімгі өздері келеді негізі бизнестар. Амбассадор почта, да? Вообще негізі тикток. Ондай ұсыныстар маған келіп жатыр. Келіп жатыр ма? Осы жақта да, және Шымкент қаласында да, алдағы уақытта Шымкент қаласында көшейін деп отырмын. Сол жақта боламын мен сондай. Осы, мысалы, кім алдында сіздің бір видеоңызды көрдім, Мұрат мырзамен мен негізі подкаст түсіруге өзім келісім бердім да, өйткені алдында сіздің үндеуіңіз маған қатты ұнады. Халыққа деген үндеуі бар ғой. Стримге, мысалы, донаттар жібере бергенше сол ақшаға қайттан алып келетіндей нәрсеге салса дегенде. Мысалы, донатты бір рет жіберді, ол өзіне ақша болып қайтып келіп жатқан жоқ қой. Сол нәрсені бұл кісі видео қылып салды ғой, Мұрат мырза. Маған сол қатты өтті. Подкастта, алдында бір подкастта айттыңыз ау деймін. Неғып айналайындар, ақша бере бересіңдер деп. Себебі ол жерде
ешкім емес, сол батылға соққан екі адам да ұтылмайды да. Иә. Олар тек қана ұтады. Олардың жеңіске жету жетпеуі көрермендерге тағы да айта кетейін, сіздерге оның ешқандай пайдасы жоқ. Тек қана өздерінің беріп жатқан ақшаларын ғана кетіп жатыр да. Сол ақшаға хотя бы өзіңнің мал төкпек, босқа ақша шашпақты қойып, одан қайта өзіңізге керек нәрсе, басқа бір кәсібіңізді ашыңыз. Одан тоя тамақ жеңіз. Менің өткенде түкті нем кеткен жоқ, мысалда ол батылдың алдында айтылған әңгіме тұғын. Батылдан кейін де бір ойлап қалмаңыздар, Мұрат дәнігі бапты деп. Маған ешқандай стримде батылда керек емес. Мен оны әшейін өзімнің абыройым үшін, абыройым сақтап қалу үшін. Себебі сол жерде ұтылып қалған болғанда мен кәдімгідей рейтинг түсетін еді. Себебі ол өзіме өте бір сондай қорқынышты, сондай мен ар жақтан келгеннен кейін кәдімгі абыройым төгіліп қапты ғой. Халық жақсы көрмей қапты ғой деп мен өзім жер болып қалдым да. Бірақ әйтеуір Аллахтың арқасында әйтеуір көрермендердің мен жақсы көрген арқасында батылдан жеңіп шықтым, бірақ екіде бір қылып. Сондықтан енді бірақ ондай нәрсені мен ұнатпаймын. Өйткені маған бәрібір да, маған былай ақша шығаны ұнап қалды. Енді адам болғаннан кейін да, өйткені 18 минутта 5,5 миллион теңге өзімнің шотыма түсті да. Сол тиктоктағы шотқа маған түскен жоқ, мен алған жоқпын оны. Бірақ Алла қалса соған мен бірақ алмаймын өзіме оны. Мен оны басқа бір жерге жіберемін. Просто сол донатқа бағанадай 300 мыңға донат ала бергенше сол ақшаға білім алуға болады ғой негізі. Сол ақшаға бағана сіз айтқандай басқа нәрсеге жаратуға болады. Өзіңе қайтып келетін. Инвестиция істеуге болады, как минимум да, просто енді как минимум. Мысалы, осы нәрсенің өзін Мұрат мырза халыққа жаны ашығаннан айтып отыр ғой. Маған қатты ұнады, шынымды айтайыншы. Мен стримге батылдан ақша жіберетіндер көбісі азартқа кіріп кетеді. Көп ондайлар. Азарт. Ойлаңызшы. Уже олар кәдімгі бір адамның өзіне ұнайтын екі батылдағы екі адамның бірін ұнатады ғой. Ұнатқанда қалай, соны қолдайды да, соны көрермені. Сол үшін бүкіл ақшасын тегіп ана азартный ойын бар ғой, сол сияқты да, бас істемей қалды да. Адам уже ми істеп тұрған жоқ. Оған жаңа тигр-сигірлерін бәрін беріп жатыр да. Сол былай қарасаң қып-қызыл ақша да кәдімгі анау ше. Маған бәрі мысалы мен отыра беремін. Бірақ жоқ, маған бәрі емес. Бірақ бәрі болса барша басқа адамдарға. Маған егер бәрі болса мен отыра беремін. Менің түгімде кетіп отқан жоқ. Әр батылдан күніге сізді шақырамын, бір күні мына кісіні шақырамын батылға. Ұтылсаң да әйтеуір ақша түсіп жатыр дейсің ғой. Ұтылғанның өзінде 1 миллион, 1,5 миллион тауып отырсам мен нем кетті. Ойынға бүкіл Қазақстанда ғана блогерлерін бәрін шақырдым, батылға кел деп. Маған немесе бірақ ондай нәрсе. Өз еңбегіммен табамын ақша. Вообще тиктоктан давай бір совет беріп жіберейікші адамдарға. Ең бірінші бір 2-3 қадам не істесін, қалай істесін. Мысалы тиктокқа кіргісі келіп жүр, бизнесі бар кәсіпкерге айтайық и вообще бизнесі да жоқ адамға айтайық. Бизнесі бар кәсіпкерге ол сол өзінің нишасын аккаунт ашу қажет. Сосын қазір мынандай нәрсе бар, тикток 2024 қой, қазір ашатын болсаңыздар кішкене қиын. Мен осы жерде бір лайфхак айта кетейінші. 2020 жылы карантин кезінде ашылған тикток аккаунт тауып алу қажет, потому что қазір тиктокта номер қойдырмайды. Ережесі көп, өзіңіз де білесіз ғой, стримде ережелер көп қой, ананы істеуге болмайды. Дәл сондай тиктокта да бар. Кәсіпкерлер қазір қиналамыз, номер қойдырмайды ғой. Ал кәсіпкерге номер қою керек қой заказ түсу үшінші. Сондықтан да сіздерге лайфхак, бір туысқаныңыздың бала шағаның аккаунтын сатып алыңыздар. Сол жерде номер қойылады. Жаңа версияда қойылмайды. Тіпті жаңа версияда Instagram привязка жоқ, бір-бірімен сотрудничество жоқ қазір. Ескісінде сақталған. Кім 21-де кірген, 20-да аккаунт ашқан, вам повезло, бар, жолдарыңыз болған. Бәрі тұр, интеграцияның бәрі тұр. Қазір ашқандар жоқ интеграция. Сондықтан да аккаунтты реттеңіздер. Бірінші кеңес бұл. Кәсіпкерлер. Аккаунт реттеңіздер. Ескі аккаунт тауып аламыз, ашамыз. Екінші одан кейін просто товарды как она студияға бармай қойыңыздаршы, қолыңызда бар ма түсіре беріңіздер. Міне, осы ғой қарапайым шақ қой, осының өзін жасамайды. 2 видео түсіреді, бір 50 просмотр, 100 просмотр көргеннен ой деп қоя салады. Сілтеме бер ғой, 2 видео, 3 видео не ол? Қанша видео салған жақсы? Түсіре берсе, бүгін 50 адам көрсе, ертең 100 адам көреді ғой. Қанша видео түсіру керек негізінде? Біз өзіміз мысалы бір ай оқытатын болғаннан кейін тіпті договорға былай жазып қойғанбыз, 90-150 видео бір айда. Менің өзім контрольға аласың. Мен де осы жерде өзім қытық жүрейші. Мен де шағалам бірден хит болып кеткен жоқ қой. 2019-да шықты да 2020-ге хит болды. Сол сияқты ғой.
сен неғып өйстіп қала бересің бір бәле болса бүгін 50 адам көрді ертең бүгін 50 адам көрсе сәлден кейін 700 адам көреді сөйтесің да бір күні 200 мың адам көретін болып кетеді ғой талпын сөйтіп не ала бермейсің ала береді ғой бәрі ше болмай жатыр деп парақшасына кіріп барсаң 5 сағаттағы видео ғой не ол 5 сағат видео деген иә сонда регулярность қой күніне 3-4 видеодан салатын болсақ бүкіл жерде ол оны не отменить болып істей берсе бір бәле істей берші жата бермей үйде жалқау болып адам басын кетіріп ақша тапсаңдаршы деп иә тапса қабылдап тұрғанмын тикток кір да жеп боламын ішіп боламын деп үйренші сен осыны қарапайым шақтар бастап хотя бы осыны көріңіздерші осының өзіне результат болады одан кейін стримге кіру тоже эгоны жиыстырып тастау керек та сізді ешкім танымайды сізге сразу 500 адам 1000 адам көруге міндетті емес шарт бәрі сразу просмотрды қалайды да сіз танымайды ғой кәсіпкерлер болатын болса стримерге кәдімгі адам қойып қойса да болады ғой егер осыны да білетін болса иә просто мынау қазіргі трендті қазіргі сауда алаңын базарлардың бәрін өлтіріп жатқан тиктокты меңгеріп алу керек та просто мен де қазір тиктоктамын ғой бұрында кірмегенмін тиктокқа өзінше кәсіпкермін ғой мен де ойбай тикток деген кішкентай балалардікі деп жүрдім дан амал жоқ кірдік қой уже амал жоқ марғұлан сейсенбай да тиктокта жоқ басында солай көрінді ғой негізі тиктокқа ашып қалсаң қыздар билей береді жаңағы кіндіктерін ашып сондай бірдеңе ма деп ойлаушы едім мен сол үшін кірмеген басында ұнамай қалған тек би мынау сондай бір шоу жер ма деп ойладым да басында сөйтсем кейін келе басқа уже нелермен танысқаннан кейін көріне бастады ма анау жаңа биші демекші Дамелу деген қыз бар ғой 17-те тоже тиктокта билейді да бір жылда $18 миллион табыс тауыпты жаңа билеген видеоларын түсіреді ғой иә $18 миллион табыс в год 17 жаста тиктокта билейді просто қазір биші мен күйшілердің бір сияқты ғой бәрі ашысы біреу жаңағындай өтірік бірдеңе істеп билесе байып кетті болды ғой бір какой-то өнері болатын болса вообще тема сияқты ғой егер какой-то бір өнері адам болатын болса и сенен қалай видеоларды атқызу керек екенін үйренетін болса и ол кайф қой егер сен тұрасың да өнерлі адам өзінің өнерін көрсеткісі келеді еще дұрыс видео түсіру керек та ол кезде кәдімгі кайф кететін енді тиктокқа қызығып жатқан осы тиктокқа кіріп ақша табамын деп жатқандар оларға қалай көмектесе аламыз олар хотя бы біздің тегін сабақты көрсе түсінетін еді сразу курс ала салмай бірінші тегін сабақты көрсінші сай келе ма келмей ма ол жерде біз ешқандай шығынсыз тиктоктан кемі 3 миллион теңге табыс табуға шақыруды үйретеміз тегін сабаққа келсінші соны көрсетеміз сонда тегін сабақта қалай тикток арқылы шығынсыз 3 миллионға сонда вообще расход жоқ па расход жоқ оны енді регистрация істейсің расход жоқ қой жерде оқып алсайсың соны оқып ал тема ғой қараңызшы да тикток көріп жатсыз ғой өзіңіз ақша тауып жатсыз да осыдан ақша табуға қалай екенін көрсетеді тегін сабақта дұрыс айтады ғой білімге өмір бойы құштар болсаң да білімнің түбіне жетпейсің дейді сондықтан кез келген уақытта оларда сондай приложение да тикток мысалы көп дүниесі бар біз негізі телефонда түсінемейміз ғой негізі телефонда әшейін тек қана приложение кіресің плеймаркет тартып аласың сол сияқты да ол негізі бүйтіп түсінетін болсаң оның ішінде біраз дүние бар да сол сияқты соны оқыңыздар арға білімдеріңізді арттырыңыздар мүмкін біз деп әлі білмейтін тиктокта мүмкін біраз нәрсе қосылып жатқан шығар әр приложениесі ауысылған сайын версиясы сондықтан үйрене беріңіздер тегін курс қой бұл тегін сабақ қой соны тегін сабақ алыңыздар кезінде сол мектепте дұрыс оқымағаннан қазір жүргеніміз көп нәрсеге миым жете бермейді мысалы ол сияқты ғой кішкене дамыса айналайын әрине қалашын вообще тегін сабаққа сілтемені осы подкасттың астына қалдыратын боламыз сол арқылы тіркеліп тегін сабаққа қатысуға болады еще подарок бар ма қандай мықты видео түсірген адамдарға видео түсіру ғой задачасы болды өзіңнің парақшаңа видео түсір мықты түсірген және көп түсірген мықты просмотр жинаған адамдарға біздің iPhone сыйлыққа береміз айфонды сыйлыққа берейін деп жатсам ма мына оқысайын алайда жатсың ғой босқа өзіңіз ойлаңыз тегін сабаққа қатысасың сөйтесің да қалай тикток арқылы 3 миллион теңге табу керек екенін үйренесің үйренесің сөйтесің да сен 3 миллион теңге жаңағыдай табудың жолымен жасайсың әрекетін 1 миллион теңге телефон аласың десе еще 1 миллион еще тағы 1 миллион телефон айфон дегенде кәдімгі миллион лям үстінде отыр қазір 16 жыл жақсы ғой үйде боздық деп жатсыңдар босқа үйренсей сауаттығыңды ашса айналайын ребят астында біз ссылка қалдыратын боламыз кімде кім тикток арқылы табыс тапқысы келетін болса тикток арқылы қалай 3 миллион теңге табысқа шығу керек екенін тегін сабақта көргісі келетін болса міндетті түрде ребят просто астында ссылка
тіркеліңдер да. И айфоныңды ұтып алсаңдаршы, нормальный видео түсіріп ақша тауып. Тема. Бірдеңе айтасыз ба? Болды ма? Рахмет, ребята.